Лечо өте дәмді салаттардың бірі. Оны әзірлеу де қиын емес. Қыс мезгілінде дастарханның сәнін келтіріп, асымыздың дәмін аша түсетін салатты дәл қазіргі уақытта қайнатқан тиімді. Ендеше лечо салатын бірге дайындайық. Ең алдымен қызанақ пен болгар бұрышын 3-4 қайтара тазалап, жуып, бірнеше бөліктерге бөліп тураймыз. Туралған көкөністерді блендерге салып, бірден үстінен сарымсақ салып, барлығын блендердің көмегімен немесе ет тартқышпен езіп аламыз. Енді дайын болған массамызды үлкендеу қайнататын ыдысқа құйып, үстінен тұзымызды және қантымызды салып, содан соң 9% уксусты құйып, массамызды алып отқа қоямыз. Бір қайнаған соң шыққан көбігін алып тастап отырамыз. Солай 15 минут аралықта қатты отта қайнатамыз, үнемі қозғап отыруды ұмытпаймыз. Осы аралықта жуылып тазаланған қиярымызды басын алып тастап, жұқа емес орташа көлемде дөңгелектеп турап аламыз. Қиярымыз зақымдалмаған және күшті піскен болуы керек. Дайын болған дөңгелектеп туралған қиярларды қосып, тағы да 10 минут аралықта қайнатамыз. Араластыра отырып, дәмін татып, дәміне қарай қайта тұзын, қантын қосамыз. Қиярдың түсі өзгергеннен бастап, банкамызға жауып бастаймыз. Қақпақпен банканы стерилдеп дайындап аламыз. Ыстық банкамызға қайнап тұрған лечоны сұйығынан да, қоюынан да құя отыра толтырамыз. Банкамыздың бетін стерилденген қақпақпен жауып тығыздап бұраймыз және жабылған банкамызды төңкеріп бөлме температурасында салқындатамыз. Лечо тағамы көптеген адамдар үшін ең сүйікті тағамдарының бірі. Дәл қазір көкөніс бағалары арзандап, жақсы пісіп тұрған уақыты болғандықтан дайындық жасап банка жауып алу әрине әйелдердің жылдағы үйреншікті шаруасы. Сондықтан да өзі дәмді әрі тәтті, балалары сүйіп жейтін лечо салатын дайындап көріңіз. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.